бәрі ойдағыдай болатын өз үйімізде тұрған қандай жақсы. Сүйген әрі сенген адамдарымыз қасымызда. Өзімізді қауіпсіз, емін-еркін сезінеміз. Біреулер осындай жайлы үйде тұрады, ал көп адамның жағдайы басқаша. Өзгелер тіпті үйлерін тастап, жат жерге кетуге мәжбүр болады. Мұны жер аударылу деп атаймыз. Иә, жер аударылған адамның өмірінде бәрі ретсіз. Онда көп нәрсе белгісіз. Киелі кітаптағы ежелгі Израильдің өмірінде де солай болған. Бабыл әскері олардың елін жаулап алып, халқын тұтқындап, алыстағы өз еліне айдап әкетті. Сол жерде оларды бізге неге бұлай болды? Және үйге қайта орала аламыз ба деген сұрақтар мазалады. Бүкіл киелі кітаптың ұлы әңгімесінде осындай сұрақтарға жауап беріледі. Бүкіл киелі кітаптың ұлы әңгімесінде дейсің бе? Иә, киелі кітаптың алғашқы беттеріне назар аударайықшы. Сондағы адамдар қайда тұрған еді? Түсінікті. Олар керемет Еден бағында өздеріне дайындалған мекенде тұрды. Сол жерде адамдарға бір шарт қойылған еді. Олар жаратқан иеге сеніп, оның бірақ бұйрығына мойынсынуға тиіс болды. Бірақ олар мойынсынбады. Соның салдарынан олар бақтан қуылды. Демек, адамдар жер аударылды. Иә, солай. Осы әңгіме бізді Израильдің басынан өткізген оқиғаларды түсінуге дайындайды. Халыққа уәделі ел сыйға берілді. Егер олар жаратқан иемен жасаған келісімнің шарттарын орындаса, сол елде тұра беретін еді. Бірақ Израиль шарттарды орындамады. Сондықтан жер аударылды. Егер бақтан қуылу мен Израильдің өз жерінен қуылуының арасындағы байланысты байқамасаң, онда мына жайт туралы ойланшы. Жаратылыстың басталуы жазбасы бойынша адамдар бақтан қуылғаннан кейін қандай қала салды? Олар Бабылды салды. Кейін Израиль халқы Бабыл аймағына жер аударылды. Алайда осы екі әңгіме мұнымен аяқталмады. Алғашқы Бабыл аймағында жаратқан ие Ыбырайымға туған туысқандарынды қалдырып, мен саған көрсететін елге көш деген тапсырма берді. Бұл оқиға кейін Бабылда тұрып жатқан Израиль халқына үміт берді. Соңында олар Бабылдан шығып, елдеріне қайта оралуға мүмкіндік алды. Әйтсе де, олар елге оралған соң, ондағы жағдай жайлы болмады. Оларға әлі де бөтен патшалықтар өктемдік жүргізді. Және халық ата-бабалары сияқты күнә жасаумен болды. Сондықтан жаратқан иенің пайғамбарлары жер аударылудың әлі де бітпегенін айтты. Олар өз еліне қайтып келген соң, қалайша әлі де жер аударылдамыз деп ойлады. Иә, бұл маңызды сұрақ. Израильдің киелі жазбаларында Бабылға жер аударылу үлкенірек бір жағдайдың бейнесі болды. Бұл қай жерде тұрсаң да жатсыну, одан да жарқын бірдеңені аңсау сезімі. Иә, ол маған таныс сезім. Менің үйім жайлы, бірақ осы дүниеде ауру сырқау, бұзылған қарым-қатынастар және өлім, әрі басқалар да өзімде жасаған қайғылы іс-әрекеттер жайлаған. Сонымен, киелі кітап бойынша адамзаттың жағдайы жер аударылғанға ұқсайды. Бәрімізде күнә жасап, Бабылда құлдықта жүргендей, тұйық шеңберден құтыла алмаймыз. Біз қайда тұрсақ та, жақсырақ бір мекенді аңсаймыз. Пайғамбарлар жазбаларында жаратқан ие бір күні адамзатты өзіміз салған Бабылдардан құтқаратын бір патшаны жіберетіні туралы үміт берілген. Көп ұрпақ өткен соң, Назареттік Иса деген бір израильдікті кездестіреміз. Ол үйде тұрмай ел аралап, алғашқы жағдайдың салтанатты түрде қалпына келтірілу жөнінде, яғни Израиль халқы мен бүкіл адамзат армандап жүрген мәңгілік мекен туралы жариялады. Иә, Мәсіх Иса үйсіз адамдардың қамын ойлап, жат жерліктерді де жақсы қабылдады. Мәсіх сенің шетке қағылғандарды үйіңе шақырып, баспанасыз жүргендерге ас бергенің, Құдайдың сүйіспеншілігін көрсеткенің деді. Ол мынадайда тәлім берді. Израиль және бүкіл адамзат адасып кеткен. Біз тек өзімізді ғана ойлап, лауазым мен билік сияқты нәрселерге сүйеніп, жалған үйлер саламыз. Бірақ басқалар үнемі сыртта қалады. Біз өзіміздің күнәміздің салдарынан жер аударылған сияқты жағдайда жүрміз. Ал Мәсіх Иса мынадай тәлім берді. Күшсіздік, қызмет және кешірімділік жолы бізді мәңгілік мекенге апарады. Содан кейін Мәсіх бізге мәңгілік мекенге апаратын жолды көрсету үшін өзі бізбен бірге жер аударылды. Бұл қандай жол? Мәсіх жол менмін деген. Иеміз өмірін құрбан етіп көрсеткен сүйіспеншілігі арқылы күнәға батқан адамзатқа құтқарылу жолын ашты. Сөйтіп ол бізге мәңгілік мекенге апаратын жол салып берді. Оның соңынан еріп, өздерін оған бағыштаған шәкірттері адам болудың осы жаңа жолына түсті. Олар енді шынымен жер аударылудан қайта орала бастадық деп сенді. Сондықтан олар өздерін осы дүниеде жат жерлікпіз, яки жолаушымыз деп атаған. Иә, білемін. Олар осы дүние біздің мәңгілік мекеніміз емес, қайта көктің азаматтарымыз деген. Сонымен Мәсіх Исаның шәкірттері ол қайтып келіп, осы дүниені мәңгілік мекенге айналдыратын кезге дейін
жат жерлік болып өмір сүреді.